Теміртаулық спортшы қола жүлдеге үлкен әзірлікпен келді. Оқу жаттығулар, таудағы жарыстар, жекпе-жек сайыстарында шынығуы осындай үлкен жетістіктерге келді. 2012 жылы Айжан Ходжабекова А классындағы халықаралық турнирдің жеңімпазы атанды. Ол кездері Айжанның бокспен айналысқанына небәрі 1,5 жыл болған еді. Жерлесіміз республика құрама командасының қарамағында жүріп, талай рет жоғары деңгейлі республикалық халықаралық турнирлердің жеңімпазы болды. Айжан сол кездері әлем чемпионатына қатысып, жүлдеге жетуді армандайтын. Бұл арманы орындалды. Жуырда Айжан Ходжабекова Астанадағы әйелдер арасында өткен әлем чемпионатының қола жүлдегері атанды. Вот первый бой с украинкой боксировала. Я потом бой пересмотрела, она 8-кратная чемпионка Украины, 3-кратная чемпионка Европы. Вот. Настрой, прям желание было и не давало ей работать. Вот. Прям писал номером к ней, где-то надо встретить. И вот что тренер сказал, то и постаралась сделать. Екінші төрті кездесуде жерлесіміз қытайлы Гао Мейлингпен кездесті. Айжанның айтуынша ол мықты қарсыласта болыпты. 2 жүлдемен Айжан Ходжабекова жартылай финалда үнді елінен келген спортшымен кездеседі. Қазақстандық спортшы үшін бұл белдесу оңай болмайды. Үнділік Соня Лазер тәжірибелі болып шықты. Айжан осы күресте қарсыласына есе жіберіп алып, әлем чемпионатының қола жүлдесіне иеленді. Это уже, как сказать, работа, профессия. И что чего-то достичь надо, вот, делать, работать. Режим пришлось соблюдать прям строго. Ну вот, это на сборах были. Утром в 7:45 построение, прогулка, иногда тренировка, иногда в 11 тренировка. Вот, потом тренировка, потом кушаем, спать и опять тренировка. И каждый день тренировались. Қазір күні спортшы демалуда, онан кейін үлкен белестерді бағындыру үшін тағы да жаттығуларын бастайды. Спортшы әлем чемпионатына әзірліктер жасауда қолдау көрсеткен үшін ата-анасы мен жаттықтырушысы Елдос Сайдалинге алғысын білдіреді.